Бұрын наурыз айында шаңырақ көтердің. Жібек екеуің 9 жыл жүріп үйлендіңдер. Қалай таныстыңдар? Оқуда, туған күнде таныстық. Сен қандай мінезімен баурап алды сол кезде, туған күнде? Уход. Уход өз-өзіне қарау ма? Внимание. Маған деген Көңілі. Басқа елдемін, әке-шешемнің көңілі жоқ, внимание жоқ. Мен жалғызбын сол жақта. Сол кезде маған жылы жүр деп нәрсе әкеліп береді, шарф алып келіп береді, қолғап әкеліп береді. Сондай бір жылылық қасиеттермен алды деп айтсам болады, бірақ өзімде де бір нелер болды, сезім болды. Шегелеп тастаған сол өзінің вниманиясы. Сол ғой негізі қарым-қатынаста бір-біріне деген забота. Жібекпен фото салғаннан бастап, халық келіннің түсі суық, түрі сұсты деп жатты. Ол қандай жан шынымен де? Ішкі жан дүниесі? Мен үшін. Ерекше адам сен үшін. Анамнан кейін ең жақын адам болды. Сен романтиксің. Романтиксің ба деп сұрақ қоймай қояйын. Жібек үшін қандай батыл қадамдарға бардың? Есіңе түсіріп көрші? Айта алмаймын, айтатын нәрсе емес. Личный, жеке. Басың Жібекті, сен Жібектің ата-анасымен таныс болған шығарсыңдар, әлде қалай болды? Тойдың алдында таныстық. Жібектің әке-шешесі өте қатал кісілер болды деп ойлаймын, Жібектің айтуы бойынша. Ашық сенмен свиданияға кеттім деп айта алмайтын. Қайттан тигіз. Осы жағдай болғаннан кейін мен қазір осы мәселені қозғап жатсам, мүмкін ол кісіге ұнамайтын шығар. Ал сенде қазір бір сезім бар ма, Заңғар? Болған жағдай болды енді. Яғни қалды? Жоқ, қалды дегенде жанып тұрған ешен жоқ, просто бір кәдімгі қалай айтсақ, уважение қалды ғой. Сыйластық сезім қалды. Сыйластық қалды, 5 ай өтті. Араласпаймыз. Сен қазір жалпы не үшін екен де айта алмайсың? Жоқ. Бірақ араларында бір-біріне хабарласу деген қазір жоқ. 5 ай өтті. Мысалы қазір оқырмандар көп айтады, түрі суық, анау мынандай келін болды, мынандай. Ондай келін болған жоқ, жақсы келін болды. Адам үйленген кезде дейді, ажырасамын деп үйленбейді. Әр адам бақытты болғысы келеді, Шынымен де енді бұл өмір. Бәрі керемет болды, сыйластығымыз да қазір де жақсы, бірақ сондай жағдай болып қалды. Оның нақты не себепті түрткі болғанын мен айта алмаймын. Бірақ ешкімнің басына бермесін. Бермесін. Это личное. Басарыңызға бермесін. Құдай сақтасын. Құдаймен көріп, ошақ басын сезінген кезде оны түсінесіз. Мен не жасырып жатқанымды, не айтып жатқанымды, не айтқым келмей жатқанымды, оны. Қазір Заңғар, сен жаңа қарым-қатынастарға ашықсың деп айта аламыз ба? Жақсы. Жалғастырайық. Сен қырсық адамсың ба? Білмеймін, анама әкеме келген кезде қатты қырсығым, қарайтағыма келген кезде бір нәрсе сұраса, бір істегім келмесе істемеймін деп айтамын. Қырсықсың кішкене, Сонда қырсықтығым бар арасында. Критерияларды айтайықшы, мысалы саған жалпы қандай қыз болу керек мысалы? Үйдің берекесін келтірсе болды. Үйдің берекесі болса бәрі болады. Қандай қасиеті болу керек тағыды бойында? Мінезінде? Таза, адамгершілік, түсіністікпен қарау керек. Барлығы идеально болмайды ғой. Қылығы болмаса, жат қылығы ішін пысып кетуі мүмкін. Сен мысалы үйге келесің, ол саған еркелеп, жан, сен бүгін осылай істедің деп өкпелеп қалмаса, мүмкін араларында бір қызық ештеңе қалмай қалатын шығар. Арада бір еркелік болу керек, ойын болу керек, жаңағы өкпе болу керек. Қыздың бір қылығы болу керек қой. Нельзя переходить за рамки. Барлығы өзінің бір несінде, рамкасында деп айтайықшы. Соңғы сұрақ қойын жалпы жеке, сосын жабамыз бұл теманы. Ресми түрде ажырастыңдар ма? Ресми түрде. Жақсы. Наста саған ең қатты ұнамайтыны не? Саған қатты ұнамайтыны не? Келіспеушілік, қызғаныш. Қызғаныш. Ұрысқаған кезде бірінші қадамды кім жасау керек? Ол жасау керек қой. Негізі еркек жасайды ғой. Сен қалайсың мысалы? Қадамды жасау мүмкінсің бе бірінші? Мен жасамайтын тұғым. Көрініп тұр. Мен гордый тұғым. Гордый тұғымсың. Ал кішкене қазір гордостыңды бастың ба келесі қарым-қатынасқа? Басасың ба? Жалпы гордость деген ол дұрыс емес қой. Осы қасиетіне арылғың келе ме кішкене гордостьті басу? Әрине. Ол қызға байланысты дейсің ғой кішкене. Барлығын істеп алуға болады. Бір сол адам маған қымбат болса, мен по-любому қандай гордость барынан тыйып мен барам. Дайынсың, жақсы көріп тұрсың. Барам.